Отан отбасынан басталады. Қазақстанда жаңа отбасылардың алғашқы жылдары ажырасу жиілеп кетті. Бұған жол бермеуге болады. Елімізде жастар арасында отбасы құндылықтарды нығайту атты үлкен жоба басталды. Бұл Мәдениет және ақпарат министрлігі, Жастар комитеті және Ең бақытты ел қорының бірлескен игісі. Сорбонна Қазақстан институты мен жастар орталықтарда осы жобада белсенді жұмыс істейді. Жобаның басты мақсаты жастарды отбасылық өмірге алдын ала дайындау. Оларға үйленбей тұрып, отбасының психологиясын, заңдарын және ақшаны дұрыс жұмсауды үйретеді. Осылайша жастардың бойында үлкен жауапкершілік оянады. Әке болу мен саналы ата-ана мәдениеті қалыптасады. Ең бастысы, мұнда ұлттық салт-дәстүр мен заманауи отбасы үлгісі қатар сақталады. Жастар арасындағы ұрыс-керісті мәдениетті түрде шешу жолдары көрсетіледі. Қорыта келе, бұл жоба жай ғана оқыту емес, ел болашағының берік іргетасын қалау. Шаңырақтың шайқалмауы тек екі жастың ғана емес, бүкіл қоғамның бақыты. Ұлттық тәрбие мен заманауи білімді тең ұстаған жаңа буын саналы ата-ана болып қалыптасса, еліміздің әрбір отбасы үлгілі әрі бақытты мекенге айналары сөзсіз. Ролик Мәдениет және ақпарат министрлігінің тапсырысы бойынша дайындалды.